Синейдің сары құсы. 1928 жылдары Сауырдың Қойтасы деген жер мекенде отыратын меркіт ішінде кіші руы қарағай болып келетін Зәйне Молымұлы деген адам болды. Зәйне ескіше оқыған болып, Қорқыт әл-Фараби Абайдан түсіп көп сөйлейтін әрі араб әріппесі жазылған хикаяларын көп оқыған. Өзі құсбегі әсіресе бүркітті зерттеуге ерекше көңіл бөліпті. Жасы 50-дің ішін кең аралаған бір кезінде Зәйне 1946 жылы Қазыбек Тағай Зәңгінің үйіне келіпті. Әңгімеден әңгіме туындап отырған бір мезгілде Зәйне бүркіт және құсбегі жөніндегі әңгімені былай бастайды. Менің жасым 20-ның ішін аралап қалған кезде үйіме Боғда жерінен бір жас жігіт келіп қонды. Артында құс бөлігіне бөліп алған бір сарша құсы бар. Әкемнен және туғандарымыздан дарыған саятшылық өнер бойымда қаулап келе жатқан кез. Жақша, маған да солардың сілекейін шыққан болады. Қаулап келе жатқан кез, әлгі жігіт құсын босағаға қондырып қойып, сыртқа шығып кеткенде, борсиып отырған сарша құстың қол аяғын қанат топшыларын байқасам қыран бүркітке ұқсайды. Жігіт қайтып үйге келген соң, құсыңды сатамысың дедім. Бағасына келсе сатамын деді жігіт ойланбастан. Онда бір ат берейін. Жоқ, болмайды. Бір 5 теңгеен берейін. Үстіне бірдеңе қос. Бір қой, бір шапан қосайын. Жігіт мақұл болып құсын беріп кетті. Жігіт кеткен соң әкем молым келіп, бір сарша құсты бір түйеге алып ақымақ деп ұрысты. Мен үндемедім. Әкемнің інісі Поштақ деген адам Әлен Уаңның бүркіттерін баптайтын тәжірибелі саятшы еді. Әлен Уаң 30-да 40 бүркіт баптатады. Бүркітке арнаулы ақ үй тіктіріп, бір босағадан байланған бүркіт екінші босағаға дейін жетеді. Сыймағандары далада белдеуді байланып тұратын. Әлен Уаң құсқұмар адам қағаз жаздырып қыран бүркітті біреуден алдырып жатса, енді бір жағынан көңілдес құда тамыр адамдарына беріп те жатады. Қыс күндері Поштақтың баптаған бүркіттерімен бірнеше саятшыны шығарып, түлкіні ат көпір алдырып, Ресейге саудамен жөнелтіп жатады. Кім өзі істеген ісі жаман болсын дейсің. Поштақта бүркіттің тәуірлеріне теріден тұмаға кигізіп, қожыр-қожыр тұғырға отырғызып, қайыстан аяқ байлап, босағаға отырғызады. Ал нашар бүркіттерге күмістеген томаға кигізіп, күмістелген тұғырға отырғызып, жез ұтқызған аяқ байлап, төрдің қақпасына отырғызады. Сонымен Әлен Уаңның ат түйедей қалап, бүркіт сұрайтындары төрдегі күміс бауларға қарай жүгіреді. Әкем маған әлі ұрсып тұр. Мен Поштақты ертіп келейін. Сенің сатып алған саршаң жаман болса, сонан соң сөйлесейін сенімен, деп шауып барып Поштақты ертіп келді. Поштақ түйеге сатып алған бүркітімді көрген жерден: «Ей, түйенің үстіне не қостың?» деді. Мен әкемнің көзінен тайсақтап барып, шындығыма келіп: «Бір қой, бір шапан қостым» дедім. Әкем ұрсама деп те тұрмын, бірақ әкем ұрыспады. «Бағасы жетпеген екен» деді Поштақ. «Мұнау бір түйе, бір атқа татитын бүркіт екен. Енді мұны бұлай бапта. Бір мысқал сынапты өлтіріп, 20 бөлікке бөліп, онан соң суға жуып, қанын кетірген жемге қосып 20 күн берсең, үстіндегі өлі жүні сыпырылып түсіп қалады. Сонан кейін жабағыға орап, құс бөлігіне бөліп, 2 ай шамасында бақсаң, қайта жүн шығып, қолға қонуға жарайды. Шақырғанға келтіріп, күзде қайырып түлкіге салсаң, қанжығаңның екі жағына төгілтіп байланасың да отырасың. Бабына келсе, қасқырды да алады» деп Поштақ түстігін жеп аттанып кетті. Осыдан бастап Поштақ ағамның айтқанын істеп, алажаздай бер деген тамақтарын беріп, қолға үйретіп шақыруға келтірдім. Енді күзінде қалқайдың қара шоқысына алып шығып, томаға тартқанымда бүркітім қасқырға түсіп, қасқырмен бау ашты. Тағай Зәңгімен әңгімелесіп отырған Зәйне Жәләйір Шора туралы мынандай әңгіме айтып кетті. Жәләйір ру аты, Шора саятшының аты. Bir кезде аспанда бүркіт біткен жылапты дейді. Аспанда жүрсем қанатым талады, жерге қонсам Жәләйір Шора ұстап алады деп. Шора аспаннан құс көрсе болғаны, мынау пәлен жердің пәлен байқұсы, мынау түгілен жердің түгілен байқұсы деп керегіне жараса ұстап алып, жарамаса қоя береді екен. Bir күні төбенің үстінде Шора ішінде бір топ адам отырса, аспанда бір құс кетіп барады. Шора аспанға қолын көлегейлеп қарап тұрып, мына құстың бір көзі соқыр екен дейді. Сонымен Шора жанындағылармен бәстеседі де, бір жігітті ертіп, екеуі 2 мықты ат мініп, ұшқан құстың соңынан кетеді. Құсты
Qonaqtagan жерден ұстап әкеліп көрсе, айтып айтпай бір көз соқыр болып шығады. Әй, мұны қайтып білдің дейді бәстескендер. Көзі сау жақ қанатын екі қаққанда, көзі соқыр жақ қанатын бір қағып бара жатпай ма? Сонан білдім дейді Шора. Тағы бір жерде Жолай деген байдың асы болғанда аспанда бір құс жүреді. Шораның замандастары Шораға: әй, сен құс танығыш едің ғой. Көрші, ана аспандағы немене құс дейді. Шора аспанға қарап тұрып: мынау әуре болатын құс емес, сасқалақ сары деген осы деп, құсты алымсынбай үйге кіріп бара жатқанда екі жігіт босағадан Шораның етегінен тартып ұстап тұра қалып: осы құстың сасқалақ сары екеніне біздің көзімізді жеткіз дейді. Сонда Шора: сенбесеңдер құстың астынан осы отырған көп адам ұран салып айғайлап шағыңдар, мен де іштеріңде болайын. Құс сасқалақтап келіп жерге түседі дейді. Көп адам Шораның айтқанын істеп айғайлап арлы-берлі шабады. Құс аспанға көтеріліп бір ноқаттай болып көрінбей кетеді. Ой, анауың жерге түскенді қойып барған сайын биіктеді, нағыз қыранның өзі екен. Жоқ, ол қазір-ақ түседі, тағы да айғайлап шабыңдар дейді Шора. Адамдар ұрандап тағы біраз шапқаннан кейін құс жалбақтап келіп ортаға түседі. Шора құсты қарғадай қылып қолына ұстап тұрып: міне, қорқақ сабалақ сары деген осы. Өз жанын өз баққаннан басқа адамға тигізер пайдасы жоқ деп құсты аспанға қарай лақтырып жібереді. Жәләйір Шора құсты үш топқа бөліпті, деді Зейне. Кескен теректің ұрқы Боғдаға кетті. Жәнбау сарының ұрқы Алтайға кетті. Доғал шөгелдің ұрқы Сауырға кетті. Мұның бәрі менен қашты. Алтай құсы жұқалау сары болады. Түлкіден басқаға шамасы жетпейді. Ең мықтысы елік, ұзағанда қасқыр ғана ұстай алады. Тұяғы мұқалған соң түлкіге де түспейді. Бір қоянға еркін тояды. Сауыр құсы доғал шөгел. Мұнда доғал деген тұяғы қашан доғалданып жәнді өзегі тұғылына жеткенше түлкі ұстайды. Ал шөгел дегені мықты деген сөз. Кескен теректің ұрқы ерен қабырғаға Боғдаға кетті. Ол кесілген жуан теректің түбірісі сияқты, жуан да үлкен болады. Құстардың ішіндегі ең мықтысы осы. Тәуешкі, қарақұйрық, қасқыр бәрін ала береді. Шора бір күні мал қайырып жүріп, деді Зәйне. Даладан құстың жалғыз қанатын тауып әкеліп, менің іздеген құсым енді табылды дейді де, ертеңінде ат көлігін дайындап, қасына сенімді жолдас ертіп: мен іздеген құс аспанда болмады, аспанда болса ендігі бір көрінетін жөні бар еді. Бұл адамның қолында болды деп, шығысты бетке алып, Алтай тауын бөктерлеп іздеп жүріп кетеді. Тіней Алтай тауының бөктерінде қой бағады екен, деді Зейне. Сонан Желдайының аяқ шенінде 7 күн 7 түн қар аралас жаңбыр жауып, күн қатты суытады. Кигіз үйде сүңгі мұз, қойдың жүні де тау таста, бұта қарағанда түгел салбыраған сүңгі мұз болып қатып қалады. Күн көтерілген кезде Тіней қойын өргізіп жайып келе жатса, бір сергек жартастың үстінде қара құс секілді қарбиған үлкен құс отырады. Құстың үсті де сауыт болып мұз болып қатты. Тіней таяғын жіберіп қалғанда құс жерге құлап түседі. Тіней үстіндегі қошқар тонын шешіп, құсты орап қымтап, балалар алданып ойнасын деп үйіне алып келіп байлап қояды да қойын жайып кете береді. Тіней үлкен бір ұстап әкеліпті дескен ауылдың қатын-қалаш бала-шағалары осы түстен шыққан 30 рулы елге жаяды. Бүркітші саятшылар Тінейдің үйіне келіп: мына құс ештеңеге жарамайды. Қойшы адам құсты не қылады? Бір серкешке бізге бер. Жоқ дегенде бір күн қонағыңды ажыратасың деп тәлкек қылады. Тіней: бұл құс не бағыма не сорыма біткен құс шығар. Мұны Құдай Тінейге бекер нәсіп қылмаған болар деп ешкімге бермей қояды. Bir günü қойдан келген Тінейге әйелі: күндіз бір саятшы келіп, құстарыңа бір түйе берейін деп еді, бермей қойдым дейді. Мұны естіген Тіней: әттең ая, бере салмаған екенсің. Түйеге қосымызды артып жүрмейміз бе дейді. Бұл кезде Жәләйір Шорада құс ұстаған адам бар ма деп сұрай қыс аяқтап қар кетейін деп қалған кезде, Тіней деген бір қойшы бір үлкен құс ұстап байлап отыр деген хабарды естіп, Тінейдің үйіне келеді. Шора Тінейдің құсын көріп отырып: әйтеу таптым-ау, мен іздеген құс осы еді дейді. Бірнеше күн Шоран Тінейдің үйінде қона түней жатып, Тінейдің құсын қалап сұрайды: бір қысырақтың үйірін берейін, оны алмасаң 100 тұяқ қой берейін. Әттең ая, ұлың жоқ екен. Ұлың болса бір жақсы қызым бар еді, соны да қалыңсыз берер едім.
Şora Tineyдің құсының қасынан кеткісі келмей, деді Зейне. Бірнеше күн жатады. Құсты көріп отырып, жегені, жерім ішкені ірің болады. Ақыла бүкіліп, бірақ қанша қол қаласа да Tiney мен әйелі бере алмаймыз, ренжімеңіз деген сөзден жазбай қояды. Ақыры Шора құстың өмірі қорғылмау үшін, мен саған саятшылық өнерімді үйретіп қояйын, сен енді қой жайғанды қой. Мына құсты сал, дейді Tineyге. Шораның сөзіне иланған Tiney, қой жайғанды қойып, Шораны тағы да үйіне бірнеше күн жатқызып, бүркіт баптау өнерін құнттап үйренеді. Шораның ақ көңіл мейірбан адам екеніне шүбәсіз сенеді. Шора Tineyге: құс бабына келгенде тұғыр айналып отыра алмайды, екі көз ылғи аспанда болады. Шақыруға үйрету үшін қанат құйрығын бос құймай сүзіп таста. Сүзу деген құйрықтың екі шетінен қысып қою, қанатының екі шетінен жіп байлап қысып қойса еркін ұша алмайды. Жаяу адамда ұстап алады. Біраз шақыруға келіп жуасыған кезде құйрығын буып қанатын босатады. Шора тағы да былай дейді: мына құсты алып шыққанда жалғыз алып шықпа, жаныңа жолдас ертіп жүр. Екі қанатының ортасында екі жағына бөлінген 5-5-тен 10 тал ақ жүн бар, деп Шора жалт-жұлт құбылып тұрған 10 тал жүнді көрсетіп. Мынау тас түлек бүркіт. Сондықтан жаңағы 10 тал жүннің әр екі жағынан 4-тен 8-ін жұлып тастап, екі қанатының үстіне екеуін ғана қалдыр. Осылай істесең бүркіттің қуаты кемейеді. Міне бұл өзіңді сақтау үшін болады, әйтпесе құсың өзіңді жеп қояды. Бұл 10 тал болат жүн жұлғанмен 1 жыл сайын шығып отырады. 6 жыл өткен соң, егер бүркіттің қуаты азайса, онда екі жағынан 3-тен 6 болат жүнін жұлып, 2-ден 4-еуін қалдыр. 8 жылдан кейін 2-еуін ғана жұлып, 8-ін қалдыр. Ал құсың әбден кәртейген кезде жұлмасаң да болады. Мына құсың айдағар, аю, қабылан, қасқыр бәрін де ала береді. Нақ зар күйіне келгенде өзіңді де алу қаупі бар. Сол үшін саятшылық қылған күндеріңде арқаңа жиі көктелген кішкентай керегеше таңып алып жүр. Құс салғанда ұмытып кетпе. Егер мен айтқаным бойынша салсаң, мына құсың бір рулы елді асырайды, дейді. Жалайыр Шора Tineyдің үйінен аттанарда: бұл құс жалғыз емес, екеу. Мұның енді бірі аспанда болу керек. Егер осы құсыңа ұқсас құс қолыңа түссе, маған беріп жібер, дейді. Tineyге содан кейін де аспаннан талай құс көрінеді, бірақ олардың бәрі де жапалақтай ғана болып көрінеді. Бір күні Tiney құс салып жүргенде аспаннан үлкен бір құс көрінеді. Tiney құсының тумағасын алып қоя береді. Екі құс аспанда бірін-бірі қанатымен қағысып жүреді. Бір кезде екеуі ұмар-жұмар болып далбарлақтап жерге түседі. Tiney шапқылап келсе, өз құсының аяқбауы өткізетін шынжырға аспандағы düz құсының бір тырнағы кіріп кетіпті де, бөгілістен өтіп шығара алмай қалған екен. Düz құсын Tiney ұстап алып Шораға беріп жібереді. Шора да өзі келе алмай сенімді бір адамнан Tineyге бір жақсы ат, бір атан түйе беріп жіберіпті. Шораның айтқандарының бәрі келіп Tineyдің сары құсы бір ауылда асырайды. Бүкіл ауыл сары құс десе ішкен асын жерге құйып сондай қастар дейді. Бір күні кеште қоз жайған балалар қоз жамыратқанда күндегі әдеттері бойынша бірден жүйрік қоз алып қалып, алдыңғы кеткен көп қозылар әбден жамырауға таяғанда бірақ қоя береді. Сонымен менікі қоздың болатын. Бір күні алдыңғы қоя берген көп қоз теріс жүгіреді. Онан қайта бұрылып ауылға қарай жамырайды. Осы кезде су жағасында шымға байлап қойған сары құс жанталасып, аяқ-бауын үзіп аспанға бірақ шығып, онан түйіліп барып, жарқ етіп, бағанағы қозылар теріс жүгірген сайға шаңды аспанға бұрқ еткізіп барып түседі. Сай іші апалас төбелес болады да кетеді. Tiney кешке баруға батына алмай, таң атқан соң қасына мықты бірнеше жолдас ертіп сары құс түскен сайға барса, бүркіт кеште қиябеттегі өрмеліп кетіп бара жатқан айдағарға барып түсіп, басынан бір ұстағанда екеуі жағаласып сайтағанына түсіпті. Tineylер барғанда айдағар құйрығымен жерді анда-санда бір соғып өлеусіреп жатады. Бүркіт айдағардың екі көзін ойып жеп, жақ сүйегін сындырып жіберіпті. Кеште қоралы қозын арбап теріс қарай тартқан осы айдағар болып шығады. Tiney бүркітін ұстайын деп барса, бүркіт бетке қарай ұшып қонып, жорғақтап ұстатпай қояды. Сонан Tiney үйіне қайта барып бір ақсарбас еркек қойды. Еркек қойды әкеліп сайдың ішіне айтып, сойғанда барып, бүркіт қасына келіп иесіне ұстатады. Сөйтсе сары құс Tineyге өкпелеп,
Мен жаумен алысқанда сен қайда жүрдің деген сияқты Тінейдің сарғысының айдығар алу шындығы міне осыдан қалыпты. Сарғыс әбден деген кезде деді. Зәйне Тінейдің азамат баласы бір күні арқасына кергіш ағаш таңбай аңға шығып, кеште үйіне қайтпай қалады. Ертесі Тіней баласын іздеп келсе, сарғыс баланы өлтіріп, екі көзін ойып жеп қасында отырады екен. Кешке дейін аң көрінбегендіктен ызаланған құс қайта айналып келіп балаға түсіпті. Тіней жалғыз баласының күйігінен ақылап үкілеп, оғанда болмай ақыры бір күні сарғыстың бір аяғын дөңбекке салып тұрып, өткір балтамен дәл қара тұяғынан 4 саусағын бірдей шауып тастап, енді бір аяғын шапқалы жатқанда келіні келіп жалынып араға түседі. Ата, бір аяғын шаппаңызшы, ақылы жоқ аспан серісі ғой. Бір уақ аңға алып шықсаңыз балаңыздың уайым қайғысы тарқайды ғой, деп құстың қалған бір аяғын арашалап алып қалады. Bir günü Tiney balasının қайғысымен қайғырып отырып, біраз сергірме екем, деп құсын алып аңға шығады. Келе жатқан Тінейдің алдынан қамыстан бір қабылан тұра қашады. Бүркіт тіленген соң томағасын тартып қоя береді. Бүркіт түйіліп барып қабыланды сау аяғымен бастынан ноқталай бүрістіріп, сол аяғымен барып бір ағаштың бұтағын ұстап тұрып қалады. Сонда да қабыланды жібермейді. Тіней қабыланды соғып алады да сол жерде зар еңіреп жылайды. Кеспелтек шөңгел сарымай, кесілгір менің қолымай деп күңіренеді. Ақыры Тіней де кәртейіп, сарғұс та кәртейіп өледі. Тінейдің ауылы сарғұсты адамша ақыретке орап, Тінейдің қасына қояды. Сарғұстың басы бертінге дейін Тінейдің үйіндегі темір қобдида сақталған. Тінейдің ұрпақтары кейіннен сырт Монғолияға ауып кетіпті, деді Зәйне молы-молы. Тағай Зәңгінің үйіндегі әңгімесін осылай аяқтатып аттанды. Жинап берген Бақытқан Тағайұлы, Асқар Татанай, Бидахмет Мұқай.